Сәлем достар, қалайсыңдар? Біз Айсұлушка екеуміз түнде далаға шығып сиреноголовыйды көруге шықтық. Өткенде білесіңдер ма, Көкжасаровтар, Аяука бәрі айтты ғой, сиреноголова неде Кентауда жүр екен деп. Енді сол Шымкент қаласына кепті достар. Соны көруге шықтық. Алинока артына қорқып жүрмей, Алинока жүр. Мына жақта Алинока жүр. Шын ба өтірік па көруге келдік. Айсұлу, қалай ойлайсың, шынымен бар ма ол? Иә. Сенесің ба сен? Сенесің ба бар екеніне? Иә. Дауыстар шығады ғой әртүрлі. Әртүрлі дауыстар. Қандай дауыс? Алинок, сен қалай ойлайсың? Мама оның дауыстарынан да. Сондай ма? Иә. Ағаштың ар жағында ма жүрген шығар? Қазір алдына шығып қалса не істейсің, Айсұлу? Алдына шығып асқаға шығам үйге. Үйге қашып кетесің ба? Кірамай ма не ол үйге? Иә. Білесің ба, бұл машина... Мама ол машиналар түше, бүйтіп, машина қашпа жатшы, жүгіреді артынан, машина ұстап алса ше, аяғымен бүйтіп басады. Мұз желеді ма? Иә. Ужас. Өткенде көп жасарықтарды қуалады ғой, машинасымен артынан, иә? Иә. Ужас, қорқынышты дауыстар, қараңдаршы. Біз хотя көшеде жарық болып онша қорқынышты болмай тұр. Сиреноголова дегенше ол заброшка үйлерде тұрады, и ұзын, и заброшка, и... Заброшенный үйлерде тұрады? Иә. Ешкім тұрмайтын жерде, тығылып жүреді. Негізі адамдарға зиян емес, иә? Зиян ба? Өзің тиіспесең тиіспейтін шығар? Ол көрген заттарды жібереді. Көрген затын бәрін жібереді ма? Ужас, достар. Мама, ана сиреноголовый тұратын жерді білем. Мен сабақтағы достарым айтты. Ана жерде тұрады. Ужас, қай жерде тұрады екен? Анау. Көшенің соңында ма? Жүркеттігіне барып көрдік па? Көшеден өтеміз. Сосын барып бір үй көрінеді, сол заброшенный үй бар. Сол заброшенный үйдің ішінде сиреноголовыйдың жататын жерлері бар. Хорошо, давай кеттік онда. Сиреноголовыйдың екі шеті бар да, бір шетімен даусын шығарады, бір шетімен жейді. Ужас, ужас. Ол қайдан шыққан сиреноголовый деген? Қайдан шыққан ол? Мен білемін. Алыс таудан келген ба? Жоқ, мама, ол кішкентай кезде нормальный адам еді. И сосын оған адамдар бір жаман құрт дегендер жеткізген да. Жегізген ба? Я жерде құрттар жегізген да. Сосын ол полиция болған үшінші, ол кішкентай болғанда, ол жүзген толғанда. Ата болғанда, сосын жүзген толғанда, уже сиреноголовый болып кетті. Ужас, ол сонда полезный емес жаман нәрселерді көп жеген ғой, иә? Иә. Сөйтіп дәу болғанша. Ішінде бактериялардың бәрі өсіп, үлкен болған кезде сондай неге айналып кеткен ба? Ужасқа? Ужас, достар. Сол үшін полезный емес нәрсені көп жемеңдер. Иә. А то ішіне жасыл құрттар үлкейіп кетеді. Үлкейіп кете ма? Иә. Ужас. Аздау жеміздер. Ана жақтан бір дауыс шығып жатқан сияқты ше. Маманың көріп тұрма балаға. Итақ түтін жоқ. Түтін не ма? Тұман десем. Тұман ие тағы. Иә. Көрек та бар. Маманың сиреноголовыйдың басын көріп қалдым. Басын көрдің қайдан? Ана тұрған көріп қалдым да. Қазір көрейік. Достар, сендер де өмірлерінде шынымен сиреноголовыйды көріп қалсаңдар, не істейсіңдер, комментарияға жаза кетіңдер. Шынымен вот алдынан кеп қалып кетіп бара жатасың да, короче. Сөйтіп алдынан деп шығып қалса не істейсіңдер? Қорықтым что-то. Мама, негізі олар қақта тұрады. Сиреноголовыйдың мамалары бар. Папалары бар. Мамасы бар ма? Қақта тұрады олар? Білмеймін олар, Ақтауда тұрады. Иә, Ақтауда ма еще? Ақтаулықтар что-там кенеде бар ма? Сиреноголовыйдың мамасының папасы. Көргенсіңдер ма? Құрттар тұрады. Мен білем, ол Шымкентке келгені қандай екен дейсің бе бүгін? Тоқта,
Айсұлу, ана жерден бір дауыс шығып жатыр біртүрлі. Машина келіп қойсын. Қорықпаса қазір көреміз, ана жерде бар болса бар. Көрінсе көрінеді, көрінбесе қайтамыз. Көрінсе көреміз, көрінбесе қайтамыз деп. Я көрді қаш. Айсұлу қаш. Қаш. Ана келеді. Қаш Айсұлу. Болды Айсұлу. Ой, дауысы өзі екен. Деп ақырмады болмас. Көріндер ма, қандай қорқынышты. Басы исің ба? Ал қанша сантиметр ол? Білмеймін. Ужас. Не сөз шығады? Достар, мамам қолы қатып қалды. Біз сиреноголовыйдан қаштық. Арттан келе жатыр. Бірақ бізді көрген жоқ. Ана бір машинада. Достар, білесіздер ма? Бағана жүгіріп бара жатқан сиреноголовый бір машина сиреноголовый келе жатқан жерге бұрылды да сосын сиреноголовый оны аяғымен басып тастады ғой. Иә, мам? Иә, қорқынышты болды. Иә. Иә, сосын біз ана ағаштың артына тығылып қалдық та, сосын бұл бізді көрмей қалды, иә. Абай қорықты ғой, иә. Я жылады ғой. Иә. Аны көрдік қой. Мама, бұл үйінде бар. Бұл Короми. Бұл да Короми. Тағы Короми. Тағы Короми. Я, тағы Короми. И это Короми. И бұл да Короми. Тағы да Короми. Бәрі Короми. Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Короми туралы қызықты факт көрейік. Досым, сен Коромиді кім екенін білесің ба? Айтып берейін. Короми деген мұрны қызыл ақ қоян. Аниме мультик персонажы. Қуаншақ қоян сақты көру мүмкін. Бірақ ол ондай емес. Оның жақтары өте көп. Ол досқа адал, той жасауын жақсы көреді. Да білесіңдер ме? 31 қазан Коромидің туған күні. Оның сүйікті түсін қандай екен білесіңдер ме? Және фиолетовый. Саған Короми ұнай ма? Коромиді өте қатты жақсы көремін. Сіздерге Короми ұнаса, Короми лайк деп жазып кетіңіздер. Достар, мен сіздерге барлық не істейтін екенін айтам. Зонтикпен далада жүремін жаңбыр жауғанда. Сумкамен қыдыруға шыққанда істеймін. Мынау сумкамен сабаққа барам. Мынау Короми блокноттың ішіне суреттеп салам. Және сағатты көру үшін
и копилка, и Раскраска. сурет дәптер. Мгм.